Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге арабтардың ұлттық тәттісі басбуса пирогын жасайтын боламыз. Бұл пирог жұп-жұмсақ ауызда еритін болып тұрады. Міндетті түрде бізбен бірге жасап көріңіздер. Сонымен пирогымызды жасауға кірісейік. Жарты стакан су, жарты стакан қант және 2 ас қасық лимон сығындысын табаға құйып отқа қоямыз. Сироп қайнап шыққан соң 2 минут ғана қайнатамыз. Одан көп уақыт қайнатуға болмайды. Таза құрғақ ыдысқа 1 жұмыртқа және 1 стакан қантты салып жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа мен қант осындай аппақ түсті болғанша қозғауды тоқтатпаңыз. Содан соң үстіне 1 стакан кефир және 1 стакан өсімдік майын құйып араластыруды жалғастырамыз. Осы уақыт аралығында духовканы 160 градусқа қыздырып қойыңыз. Дайын болған сұйық массамызға 1 стакан манная крупа, 1,5 немесе 2 стакан ұн, 3 ас қасық кокос стружкасы және 10 грамм қопсытқыш салып жақсылап араластырамыз. 1,5 немесе 2 стакан ұнды аз-аздан салыңыз. Ұнды қаншалықты салуыңыз сіздің ұныңыздың түріне байланысты. Пирогтың қамыры осы видеода көрсетілгендей сұйық болып тұрса, үстіне тағы 1-2 ас қасық шамасында ұн салу керек. Пирогтың қамыры осындай қоюлықта болса, арасы жақсы піседі. Диаметрі 23 см қалыпқа пергамент қағазын төсеп, қабырғасын өсімдік майымен майлап, дайын болған пирогтың қамырын саламыз. Бұл пирогты миндальмен немесе кез келген жаңғақпен осылай безендіріп шығуға болады. Пирогтың бетіне миндальды теріп болған соң духовкаға салып пісіреміз. Әркімнің духовкасы әртүрлі уақытта пісіретіндіктен нақты уақыты жоқ. Дегенмен де пирогты салған соң алғашқы 15-20 минутында духовканың аузын ашпаңыз. Сонда пирогыңыз жақсы көтеріліп пісетін болады. Пирогтың піскенін осылай шпажканың көмегімен анықтаймыз. Пирог духовкадан шыққан күйінде осылай шпажканың көмегімен пирогтың бетін тесіп шығамыз. Содан соң қанттан жасалған сиропты құйып бетіне жағамыз. Егер сіз тәттіні жақсы көрсеңіз, сиропты 2 есе көп дайындап, пирогтың бетіне жақсаңыз болады. Пирогқа қантты сиропты жаққан соң, оны 10-15 минут бөлме температурасында суытамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, біздің пирогымыздың арасы жақсы піскен және қантты пропитканың арқасында жұп-жұмсақ болып тұрады. Ал кокос стружкасы мен миндаль пирогқа өте керемет дәм береді. Дәл осы пирогты міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.